Сәлем достар, жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз рахмет айтуды үйренетін боламыз. Әртүрлі жолдарын үйренетін боламыз. Aybek, can I borrow your phone? Yeah, of course. Thank you. Thank you. Thank you дегенде қай кезде қолданамыз? Рахмет айтқан кезде қолданамыз. Thank you. Thank you. Thank you. Aybek, can I borrow your phone? Yeah, sure. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much деп қолданамыз. Үлкен рахмет деген мағынаны береді. Thank you so much. Hey, can I borrow your phone? Yeah, of course. Thanks a lot. You're welcome. Thanks a lot. Thanks a lot дегенде үлкен рахмет дегенде өзгеше мағынада қолдануға болады. Thanks a lot. Thanks a lot, Mom. Can I borrow your phone? Yeah, sure. Thanks a million. Thanks a million. Ол не дегені миллион рахмет деген мағынада ғой, өте көп рахмет деген мағынаны береді. Thanks a million. Can I borrow your phone? Yeah, sure. Thank you, I owe you one. I owe you one. Яғни не деген мағынаны береді? Мен сенің алдында қарыздармын. Яғни сіз тек қана рахмет айтып қана қоймайсыз. Thank you деп. Thank you, I owe you. Яғни мен сенің алдында қарыздармын деген мағынаны береді. Thanks a million. I owe you one. Құрметті достар, бүгін біз рахмет айтуды үйрендік. Өте бір пайдалы сабақ болды деп ойлаймын. Біздің видеоларды көруден жалықпаңыздар.